Біз Америкадағы қазақ отбасымыз және қазір сіздерге Америкада баланы мектепке қалай дайындайтынымызды айтып берейін. Жалпы Америкада балалар мектеп формасын кимейді, бірақ әр жылдың басында мектептен арнайы тізім беріледі. Сол тізім бойынша сыныпқа қажетті заттарды, балаларға арналған құрал-жабдықтардың барлығын түгелдейміз. Сосын сабақ басталуына 1-2 күн қалғанда мектепте өзі арнайы бір күн болады. Сол күні заттарымыздың барлығын алып, балалармен бірге тапсыруға келеміз. Мектепке кіргеннен балалар қатты қуанып, былтырғы сыныптастарын көріп, құшақтасып, тіпті апайларын да әбден сағынып қалған ғой. Және ең қызығы, Америкада әр жыл сайын сынып жетекшісі де сыныптастары да ауысып отырады. Бұл баланың бір жаңа қырынан ашылып, ортаға тезірек бейімделу үшін. Алып келген заттарымыздың барлығын осылай тапсырдық, және әр жылдың басында әр балаға жеке өзіне шкаф беріледі, жеке заттарын қою үшін. Біз сол шкафымызды алып, заттарымызды осылай қалдырдық. Мына жерде барлық қарбаласып заттарын тапсырып жатыр. Біз барлығын өткізіп, апаймен сөйлесіп, шкафымызды алып, мектептің ауласына шықсақ, осындай үлкен батут құрып қойыпты. Балалар әбден ойнады. Жалпы мектептің өзінде де осындай ойнайтын үлкен алаңы бар. Мектепке тапсыратындарымызды тапсырып келгеннен кейін біз форма кимесек те, енді әр жылдың басында балаларды осылай мектепке дайындаймыз, себебі күнделікті ауыстырып киетін киімдері болу керек. Бұл енді өзінің әр ата-ананың шамасына қарай алынатын нәрсе. Ал сіз мектепке балаңызды қалай дайындадыңыз?